Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен осындай 8 наурыз мерекесіне арналған медовыйдан цифра тортын әзірлейтін боламыз. Сондықтан менің парақшама лайк басып комментарий қалдырып, белсенді болсаңыз болғаны, мен сізге апта сайын керемет жаңа рецепттер шығарып отыратын боламын. Ендеше кеттік, біз бастайтын боламыз. Ең алдымен бізге мед қажет болады. Медтің натуральный екеніне байланысты емес. Осылай медімізді кішкене бізде асты қалыңдау ыдысымызға салып, үстіне сары майымызды салып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай, мен кіші қазанға салып араластырып жатырмын. Сотейникке салып осылай жасап шығамыз. Мінеки менде майым толықтай. Шекерімізді осы кезде салып, одан кейін еріген соң, мінеки бұл жерде менде 2 тестіға арнап жасап жатырмын. Сіздерге описанияға бір тортқа арналған тесттің рецептісін жазып кететін боламын. Және ең соңынан пищевой содамызды саламыз. Менде бұл жерде шекер салынған монша көрінбей қалыпты, бірақ шекерді де осы арасында ертіп жіберетін боламыз. Енді осыны әппақ болып көпіршейді. Қараңыздаршы, өз көлеміне қанша есеге мінеки ұлғайды. Осылай ерітіп, көпіріп, осылай еріп болған соң алып суытып қойып қоямыз. Ыстық күйінде пайдалануға болмайды. Мінеки осылай ыдысымызға салып суып болған соң барып жұмыртқаларымызды салатын боламыз. Мінеки осы жерде жұмыртқаларын салып жақсылап араластырып жібердім. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Мен қазір венчикпен араластырып тұрмын, бірақ ұнымызды салып қоюланған соң әрі қарай біздер қолымызбенен илейтін боламыз. Және қамырын біз ешқандай қатты қылып илемейміз. Өте жұмсақ болуы қажет, тек қана басы біріксе болғаны. Мінеки мен қолыммен илеп жатырмын. Дәл осылай біз тым артық қосып жіберіп қатты қылып илеп жіберсек, ол кезде бізде медовыйымыз қатты болып қалады. Сондықтан тек қана басы біріксе болғаны, жай ғана осылай ұнды көміп, кішкене себіңкіреп, соның үстіне қойып илеп, біз бұны енді пищевой пакетімізге салып, холодильникке қойып қоямыз. Кішкене демалу қажет болады. Мінеки өздеріңіз осылай 2 сағатқа міндетті түрде жіберіңіздер. Сол кезде біздің тестамыз өте әдемі керемет болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте қоңыр, әдемі түс шықты бізде. Бізге әдеттегідей пергамент қағазы және оқтауымыз қажет, және бізге траферде қажет 8 деген формадағы. Осылай біз бөліп аламыз алдыменен қамырымыз, сонан соң осылай оқтаумен пергамент қағазының үстіне жайып шығамыз. Ешқандай ұнның қажеті жоқ. Біздің оқтауымызға да жабыспайды. Дәл осылай 2 мм етіп қалыңдығын дәл осылай жайып шығамыз. Сонан соң барып үстіне трафертімізді қойып, өлшеп, керек емес артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай, мен артық тесталарды пышақпенен кесіп алып тастадым. Дәл осылай осы 8 формасының жағын дәл осылай кесіп алып тастаймыз. Және ортасында алып тастаймыз, бірақ бүдір етпей, бір тегіс етіп, пышақты қатты басып тұрып, бірден кесіп тастайтын боламыз. Сонан соң барып, біз вилкаменен басып, үстін біз көтеріліп кетпес үшін бір басып шығамыз. Сонда бізде бір кекі болып пісетін болады. Осы кезде пешімізді қыздырып, барлық осы формада 8 формасындағы біздің тесталарымызды әдемі етіп пісіріп аламыз. Мінеки енді бізде пісіп шықты тесталамыз. Енді бізге крем дайындау қажет болады. Кремге біз міндетті түрде сливки пайдаланатын боламыз. Және құрамына творожный сыр және кәдімгі 20% сметана қоссақ та болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен творожный сыр, сахарная пудра барлығын, сосын кейін барып 33% сливкиімді қосып, жақсылап араластырып, бір келкі форма болғанша, өзінің формасын ұстайтын болғанша миксерлеп алдым. 33%-тен төмен сливкиді пайдалануға болмайды. Ең алдымен жаңағы айтқанымдай, творожный сыр мен сахарный пудраны бірінші жақсылап ұрып алыңыздар миксермен, сонан соң бар сливки құйыңыздар. Мінеки бізде осындай формасын ұстайтын өте әдемі, өте керемет бізде крем шықты. Енді осы кремімізді насадкамызге салып, біз тортымызды жинайтын боламыз. Фубипайдың насадкасы бізде жарайды. Мінеки енді осылай әдемі етіп
дәл шариктер жасап шығамыз. Ойбай сияқты шариктер жасасақ та болады. Айналасының барлығына осылай бір жүріп жасап шығамыз және бір-бірінің үстіне қалайтын боламыз. Және айта кететін нәрсе, сіздер осы кремді жағып бір суткіге қойып қойған соң сіздерде өте жұмсақ медовый болатын болады. Бастапқы кезде сіздерге қатылау болуы мүмкін. Оформлениесін өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.